Сәлем баршаңызға. Бүгін визуалға 3D обложка жасап көрсететін боламыз сіздерге. Ол үшін Google-ға кіресіздер. Google-ға 3D обложка деп жазасыздар. 3D обложка деп жазамыз. Міне ең бірінші шықты, осының ішіне кіресіздер. Мына жерде түрлі 3D обложкалар бар. Кез келген жасасаңыздар болады. Шоколад, мына жерде кітап, блокнот, барлығына өздеріңіздің фотоларыңызды, әртүрлі фотолар қойып жасасаңыздар болады. Мысалы, мынаны көрсетейін сіздерге. Мына жерде выберите файл дегенді басасыздар. Бірінші тұрғанда басамыз. Осы жақтан галереяны таңдаймыз. Осы жерден өздеріңізге керекті фотоны таңдап аласыздар. Мысалы, мынаны таңдай салайын. Сазат HD дегенді басасыздар. Бізге готовый қылып дайындап береді. Қыздар, қараңыздар, осылай дайындап береді. Астында скачать оригинал дегенді басып, скачать етіп аламыз. Егер скачать етілмей жатса, галереяларыңызға түспей жатса, мына жерде 3 кнопка тұр, осыны басып, стрелка тұр ғой, ең бірінші тұрған, мынау қара, соны бассаңыздар, уже сіздерде скачать етіледі галереяларыңызға. Енді мен тағы да бір версиясын көрсетейін. Мынадан шығып, бізде мысалы кітап сияқты қылып жасасақ та болады. Мына жерде енді көп әртүрлі варианттары бар, барлығын жасап көрсеңіздер болады, қыздар. Мына жерде мысалы кітап бар, шоколад, открытка, мынандай блокноттар, түрлі бар. Мысалы мына кітап жасап көрейік. Қазір сіздерге размерді қалай таңдауын көрсетем. Жасыл кнопканы басасыздар. Мына жерде қараңыздар, размерлер жазылып тұр. Ең бірінші 720-дан 1000 деп тұр. Одан кейінгі, ол үшін қыздар шығып кетемізде. Мына жерде студия приложениесі бар. Студия приложениесіне кіреміз. Осы жерде Дадан шығып кетейік. Сіздерде студияға кірген кезде осылай ашылып тұрады. Мына жерде қара плюсик батырмасы бар ғой, соны басып кіресіздер. Сосын ең соңғы тұрған, мынау сейве деп тұр ғой, соны басып кіреміз. Жоғарғы жағында, міне қараңыздар, размер таңдайтын жер тұр, Мына астыңғы жағында сары бар ғой, осы сарыны сөндіріп қоясыздар. Сол кезде автоматым жазылмайды, өзіміз жаза аламыз. Мына жерде бізде размерді мына жақтан қараймыз. Бірінші бізде 720-да 1000. Жоғары жағындағы птичканы басасыздар. Бізде осылай ашылды. Енді мынау ең бірінші тұрғаннан галереядан фото таңдап аламыз. Мысалы, осы фотоны алып қоя салайын. Осылай осы размерге келтіріп қоямыз. Мына жерде жоғарғы жағында птичка тұр ғой. Келтіріп аласыздар да. Жоғары жағындағыны басып сақтайсыздар. Стрелка. И мына сарыны басасыздар. Бізде галереяға сақталады бұл. Келесі. Мынадан шығамыз. Қайтадан плюс батырмасына басамыз. Қайтадан ең соңғы сейве деп тұрғанды басасыздар. Осы жерден қайтадан размер жазамыз. Екінші бізде екінші размер 180-де 1000 деп тұр. 180-де 1000. Мына жерге жазамыз. 180-де 1000. Птичканы басасыздар. Міне. Бұл кітаптың несі? Қырыма қалай? Сохранить етіп аламыз. Фотоға кіріп, кітаптың қырына қандай фотолар келеді? Осындай фотолар. Менде бір енді мынандай ақ картина тұр. Осыны қоя салайын. Осыны кішкене тартасыздар. Осыны былайынан үлкейтеміз. Енді мынау стрелка. Енді мына сары стрелканы басасыздар. Галереяға сақталды. Тура осылай қайтадан шығып кетеміз. Плюс батырмасын басып, үшінші нені жасаймыз. Үшінші размер бізде 720-да 180 деп тұр. Жоғарғы жағы 720, төменге 180 деп жазамыз. Стрелканы басасыздар. Мына жерде енді имидж дегеннен фото таңдап қоя саласыздар. Мысалы, осыны алып үлкейте саламыз. Бұл кітаптың жаңағы несіне, қырына, төбесіне қойылатын картиналар. Мына жерде стрелканы басасыздар. Сохранить етіп аламыз. Мына жерде басамыз. Мынау сары стрелканы басасыздар. Бізде сохранить етілді. Енді қайтадан кіреміз. Телефондарыңызды былайынан аударып алыңыздар. Осылайынан аударып алып, ең бірінші лицевая часть деп тұр ғой, осыған ең бірінші жасаған фотомызда келеміз. Мына жерден галереяға кіріп, альбом, мына жерде ең бірінші жасағанымыз, осыны қоямыз. Екіншіге тура осылай кіресіздер. Айфонда сразу галереяға кіріп кетуі мүмкін. Мынандай Android соткада осылайынан кіреміз галереяға.
осы жерден екінші жасаған немізді қоямыз. Енді үшінші так, галереяға кіріп, осы жерден үшінші жасап алған размерімізді қоямыз. Сазда 3D деп тұр, мына жасыл жазумен. Соны басасыздар, кішкене күтеміз қыздар. Өзі жасап береді бізге, готовый қылып, неге бізге жасап берді. Осы жерде енді скачать оригинал дегенді басамыз. Бізде скачать етіледі. Егер скачать етілмей жатса, мына үш кнопканы басып, қара не тұр ғой, соны басып